Тентек болсам ашынып, жақсыз қылсам асырып, маған сақтап жүреді, тәттіні де жасырып. Келгенімше бақшадан, күтеді ылғи асығып, ұрсады апам жатсегер, ойын шығым шашылып. Паналаймын сондоны мойынына асылып. Тосып тәтті дәмдерін, ол бар жерде бал жедім. Мен ұйықтарда айтады, ертегісін, әндерін. Біздің үйде осындай әжетайым бар менің, деп балалар бүгінгі әдебиет сабағын әже туралы әсем өлеңмен бастағым келді. Себебі бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әже туралы болмақ. Қайырлы күн, оқушылар! Көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздерге сәттілік тілей отырып, сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Нұрдәулет Ақыш нағыз әже қайда? Бұл сабақта сіздер автор туралы ақпарат аласыздар. Әже ұғымының мәнін ашамыз. Әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын табамыз. Көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образды ашамыз. Құрметті оқушылар, әже дегеніміз кім? Сіздердің әжелеріңіз бар ма? Әжелеріңіз қандай ертегі айтып берді? Жалпы қандай ертегі білесіздер? Мінекей, осы сұрақтар бүгінгі сабағымыздың арқауы болмақ. Шығарманың мазмұнымен таныспас бұрын, балалар, автор туралы қысқаша ақпарат біліп алайық. Нұрдәулет Ақыш танымал қазақ жазушысы, журналист. Қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Маңырақ ауылында дүниеге келген. Ол қазақ әдебиетінің проза саласын зерттеп, ғылыми еңбектер жазған қаламгер. Нұрдәулет Ақыштың «Нағыз әже қайда» әңгімесінде отбасы, ұшқан ұя, жылылықтың, мейірімділіктің мекені екені, отбасындағы әке-шеше, ата-әженің орны туралы ой толғанады. Әже атауының мәніне терең үңіліп, әженің қасиетті жан екенін сезіндіруге, ардақтауға бағыттайды. Құрметті оқушылар, енді сіздерге «Нағыз әже қайда» шығармасының қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Ендеше мұқият тыңдап алыңыздар. Автор өздерінің қыздары Райхан мен Аяға күнде ертегі айтып береді. Бір күні кішкентай қызы Ая: «Әке, сен ертегілерді балабақшадан үйрендің бе?» деп сұрақ қояды. Сонда әкесі: «Жоқ, мен балабақшадан емес, әжемнен үйрендім. Әжемнің қолында өсіп, тәрбиеленіп, әжемнің ертегісін тыңдап өстім» дейді. Сонда екі қыз таңырқап: «Әже деген кім?» деп сұрақ қояды. Балалардың сұрақ қоюының себебі бар. Себебі әже түгілі қарт адамдардың мейірім шапағатын көрмей, тек қана балабақшаның бағымында және ата-анасының қолында тәрбиеленіп жатқан балалар. Міне, осы сұрақтан кейін әкесі өзінің әжесін көз алдына елестетіп отырып, сондай кереметтей етіп суреттейді. Яғни, заңғар тауға теңеп, керемет портреттік бейнені жасайды. Міне, осындай суреттен кейін екі қызда үлкен арман мен қызығушылық пайда болады. Бізде де тура осындай әже болса ғой, немесе біз осындай әжені көрсек қой деп армандайды. Осыдан кейін автор
өзінің қыздарына, өзінің әжесіндей әжені іздейді. Алайда, тура өзінің әжесі секілді кимешек киген, ұршы қиырып отырған әжені табуға оңайға соқпайды. Міне балалар, сіздер шығарманың қысқаша мазмұнымен таныстыңыздар. Сіздерге қызықты болды деген ойдамын. Енді шығарманың толық нұсқасын оқулықтан оқып алсаңыздар болады балалар. Алдымен шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтап алайық. Ол үшін әдеби терминдер, тақырып, идея дегеніміз не, соның мәнін ұғып алайық. Тақырып — жазушы суреттеп отырған өмір құбылысы. Идея — жазушының сол өзі суреттеп отырған өмір құбылысы туралы айтқысы келген ойы, берген бағасы. Көркем шығарманың тақырыбы мен идеясы бір-бірімен тығыз байланысты ұғымдар. Туындыда көтерілген тақырыпты танытудағы қаламгердің ойы мен көзқарасы шығарманың идеясы болып табылады. Міне, балалар, сіздер тақырып пен идея дегеннің не екенін жақсы түсініп алды деген ойдамын. Енді бүгінгі сабағымыз «Нағыз әже қайда?» әңгімесінің тақырыбы мен идеясы қандай деп ойлайсыздар? Әрине, шығарманың тақырыбы әже туралы, ал шығарманың идеясы әже дегеннің қасиетті жан екендігін және оны бағалау, ардақтау керектігін ұғындыру. Құрметті оқушылар, алдымен әже дегеніміз кім? Әжеге тән қандай қасиеттерді білесіздер? Міне, осы сұрақты ұғып алайық. Әже сөзінің мағынасын ашайық. Сіздер ойланып, әжеге тән қандай қасиеттерді білесіздер? Айтып отырыңыздар. Мен сіздерге жазып көрсетіп отырайын. Сіздер менімен бірге дәптерлеріңізге жазып отырыңыздар. Ал ендеше кеттік. Әже дегеніміз кім, балалар? Әже дегеніміз ең алдымен дана. Және қандай қасиетін айтасыздар, балалар? Әже деген қамқоршы. Әрдайым біздің асты-үстімізге түсіп отыратын қамқоршы әже. Сіздер де менімен бірге дәптерлеріңізге түртіп алыңыздар. Келесі, тағы да, әже кім? Әже тілекші. Әрдайым бізге батасын беріп, сыртымыздан тілеуімізді тілеп отыратын жан. Ары қарай кеттік. Әже дегеніміз аяулы. Сонымен қатар әже дегеніміз сабырлы. Әрі қарай тағы кім деп ойлайсыздар? Және әже бізге ардақты. Міне, құрметті оқушылар, біз әжеге тән қасиеттерді жазып шықтық. Осы әжеге тән қасиеттер шығармада қалай көрсетілген екен? Осындай қасиеттер шығармада көріністі тапты ма екен? Ендеше қайтадан «Нағыз әже қайда?» әңгімесіне оралайық. Ондағы автор өзінің әжесінің портретін қалай суреттеді екен? Соған назар аударайық. Шығармадағы әженің портреті. Өзі мейірімді де ақылды адам. Ешкімге ешқашан ұрыспайды да. Ұрса алса, орнымен теріс қылығына өзі ұялатындай етіп ұрсады. Өзінің үні де, қолы да, көз қарасы да жұмсақ. Жұрттың бәрімен қарағым, айналайын деп жылы сөйлесетін иман жүзді қария. Балалар, автор өзінің әжесін шынында да кереметтей етіп
суреттепті. Солай ма? Және біздің жазған қасиеттерімізде осы жерден көрініс тауып тұр. Әрі қарай енді автор өзінің әжесінің сыртқы келбетін қалай суреттепті? Үзіндіні оқиық. Сол түні өз әжем түсіме кіріпті. Осыдан 30 жыл бұрынғы қалпы. Басында аппақ кимешегі бар екен деймін. Ескі мақаммен ыңылдап ән айтып отыр, ұршық иіріп отыр. Балалар, сіздер де Райхан мен Ая секілді ұршық дегеніміз не? Кимешек дегеніміз не? деп түсінбей отырған боларсыздар. Ендеше осындай сөздердің мәнін, мағынасын ашып алайық. Ұршық жүнді жіп қылып иіруге арналған жеңіл құрал. Шылауыш кимешек, кимешек үстінен байланатын үлкен шаршы орамал. Жаулық. Автордың әжесі осындай кимешек киіп жүрген екен. Дәндету, құнықтыру, әдетке айналдыру. Тосын, бөтен, таныс емес. Қамзол, әйелдер көйлек сыртынан киетін жеңсіз, жеңіл сырт киім. Кейуана, жасы ұлғайған кәрі адам. Балалар, автор өз әжесін бейнелеу арқылы шығармада өз мақсатында айтып өтеді. Ал енді экранға назар аударыңыздар. Балалар, автор өз әжесін бейнелеу арқылы шығармада өз мақсатында айтып өтеді. Автордың мақсаты қандай? Мақсатым қыздарыма өз әжем сияқты нағыз қазақы кейіптегі кейуананы көрсету еді. Ондағы ойым, әже деген жарықтықтың анау-мынау қарапайым адам емес. Былайғы жұрттан өзгеше, ардақты да қасиетті жан екенін сәбилер анық сезінсін. Оларды не үшін құрметтеу керектігін түсіне білсін деген ниет. Міне балалар, осы автордың сөзінен біз көп нәрсені ұғынуымызға болады. Себебі әжені қарапайым адам емес, оны үлкен заңғар тауға теңеп тұр. Және ардақтауға, құрметтеуге шақырып тұр. Құрметті оқушылар, Райхан мен Ая неліктен әже іздеді деп ойлайсыздар? Себебі әкесі әженің келбетін, әженің портретін құрметтей, жылулыққа толы етіп суреттеді. Міне балалар, әже дегеніміз қасиетті жан. Сондықтан әжелеріңізді сыйлаңыздар. Ақылы мен ертегісін тыңдаңыздар. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Құрметті оқушылар, өздеріңіз үйде әжелеріңізге арнап өлең шығарыңыздар, өлең шумақтарын арнаңыздар. Әже туралы эссе жазып көріңіздер. Келесі білім алаңында жүздескенше жас достар.